Мемлекеттік қызметте жұмыс істегіңіз келе ма? Бірақ түйіндемеңізді кімге және қайда жолдайтыныңызды білмейсіз. Ақылыңыз алтау, ойыңыз жеті жақта. Ендеше назар аударыңыз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және байланыс жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті жаңа әрі тың жоба ұсынып отыр. Жас балалар жұмысқа тұрайын, мемлекеттік қызметке, халқына, еліне қызмет жасайын десе, қай жерден қалар еді? Бос лауазымдар қайда бар? Қаяққа бұл біткен мамандығы бойынша жұмыстар бар екенін білмейді. Қазіргі таңда ешкім де білмейді. Демек, қолында білдей дипломы бар азамат мемлекеттік қызметке қалай орналаспақ? Ол үшін кез келген Қазақстан Республикасының азаматы Алматы anticorruption.gov.kz сайтына кіріп, негізгі бетте орналасқан бос лауазымдарға конкурс сілтемесін басу керек. Әрі қарай ақпараттық технологиядан хабары бар азамат өзіне керегін ала алады. Қазір 38-ге таман бос орын бар. Осы тұрғанда міне қай күнге дейін қашанға таңсы болатын, қай қалада бос орын бар, қай мекемеде бос орын бар екені тұр. Бұл біздің дамыған заманымызға, қазіргі заманға сай интернет жастарға өте қолайлы. Бұған дейін бұндай арнайы жоба болмаған. Дәлірек айтқанда, тек мемлекеттік мекемелерді ғана қамтыған арнайы сайт шынымен де болмаған. Бүгінгі таңда бос лауазымдар конкурсында Алматы қаласы бойынша мемлекеттік мекемелер топтастырылған. Алдағы уақытта республикалық деңгейде ұйымдастыру көзделіп отыр. Өзінің жеке параметрлар дейді ғой, мамандығы, қай жерде жұмыс істегісі келеді, талғамы, қай өлкеде істегісі келеді, қай қалада істегісі келеді дегенді өзі енгізе отырып, өзіне лайықты бос орындар таба алады. Осы жоба осыған бағытталған. Сайтта тіпті алатын еңбек ақыңызға дейін көрсетілген. Ең алдымен сайтқа тіркелесіз, бос лауазымдарға конкурс сілтемесін басқаннан кейін өңірлік деңгейдегі бос лауазымдар хабарламасының астындағы іздеу ұяшығына кіріп, жеке мамандығыңызға сай бос орындарды қарастырасыз. Тапқан жағдайда түйіндемеңізді жібересіз. Әр адам поштаға жіберген құжаттар бізге копиясы дейді ғой. Бізге түсіп отырады, біз біліп отырамыз қандай құжаттар кімге жіберілді, кім уақытысында жауап берді, жауап бермей, соны қарап отырамыз. Қазіргі таңда енді бұл Алматы қаласында пилотты жоба болғаннан, болашақта бұл қызмет KZ деген арнайы сайтта бүкіл Қазақстан аумағында мемлекеттік орталықтандырылған және өлкелік мемлекеттегі Қазақстандағы бүкіл өлкедегі бос лауазымдар туралы арнайы сайт болады. Аталмыш жоба елбасының 100 нақты қадам аясында жүзеге асырылған. Бірінші қадамында мемлекеттік қызметке қабылданатын адам қай мекемеде бос орындар бар екен ашық түрде білуі тиіс делінген. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, Жаңа күн.